Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерді бір аса құнды жәдігермен таныстырғым келеді. Бұл жәдігер Қазақстан Республикасы ұлттық музейі Алтын Орда залында орналасқан. 1980 жылдары Алматы облысы Шеңгелді ауылының маңында кездейсоқ жағдайда жұмысшылар жер қазу кезінде тауып алған болатын. Бұл жәдігер аса мәртебелі, лауазымы жоғары тұлғаға арналған жерлеу орнынан табылған. Жерлеу орны жасырын түрде жерленген жерлеу орны деп айтылады. Бұл жерден табылған мынандай алтын белдіктің тоғалары мен мынандай алтын мен күміс қорытпасынан жасалған электро деген металдан жасалған тостаған. Мынау тостаған несімен ерекше? Бұл тостағаны міне алдыңғы жағынан көрсетейін. Алхоры гүлінің бейнелері бейнеленген міне. Мына жерде анықтап қарасаңыздар, алхоры гүлінің шоқтары және тағы да одан кіші гүлдердің шоқтары көрсетілген, және шырмауық тәрізді жапырақтармен бір-бірімен жалғасады. Осындай көлденең орналасқан тұтқасы бар тостаған. Бұл тостаған негізінен ағаш қалыпқа соғу әдісімен жасалған дейді. Және мына жерде бүйір тұсында бұлттардың бейнесі бейнеленген оймышталған өрнектері бар. Міне ернеуінің астында. Осындай оюлармен оюланған екен. Міне бұл өте құнды жәдігер. Саусақ киілетін жер міне тұтқасының астында. Осындай міне ыдыстармен кезінде біздің аристократтар қолданған. Мынау міне осындай тостаған. Енді мынау астында тұрған бұл белдіктің тоғалары. Мынау мәңгіліктің белгісі ретінде жасалған. Шексіз өмір, соны меңзейтін ою. Бұл таза алтыннан жасалған. Бұл заттарға қарасаңыздар, жай адамдар қолданбаған екені бірден көрінеді. Бұл заттармен қоса тағы да өте көп бұйымдар шыққан. Қару-жарақтары, жебенің ұштары және белдіктің тағы да басқа қапсырмалары, розеткалары дейді. Және ең құндысы бұл жерде табылған жібек матадан жасалған шапан. Және ол шапандағы өрнектері мынау мистикалық жануарлардың бейнелерімен өрнектелген екен. Енді ол шапан әрине тұтасымен сақталмаған, фрагмент болып сақталған. Бұл жәдігерлерді сіздер Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінен көре аласыздар. Ол Алматы қаласында орналасқан. Бұл өте құнды жәдігер. Соны сіздерге мен осылай бір айтып кетуді жөн көрдім. Көп адамдар біле бермейді, және интернетте бұл туралы ақпарат өте аз. Міне осындай бір керемет дүние. Міне дәп осындай тоғалар тіпті жоқ бізде. Міне мынандай тоғалар табылмаған. Бұл енді тоғалар жаңағы жібек шапанның сыртынан киілген белдіктің тоғалары. Міне осындай. Енді мынандай ыдыстар енді басқа елдерде кездеседі, бірақ Қазақстанда дәп осындай стильде жасалған осы біздің музейде ғана бар. Соны жалпы қысқаша сіздерге таныстырып кетейін деген ойым. Енді ары қарай өздеріңіз ой түйетін деп ойлаймын. Шыңғыс хан енді бәрімізге ортақ тұлға, тарихымызда өшпес із қалдырған. Соның енді жалғасы ретінде мынау үлкен ұлы, екінші ұлы Шағатай, солар осы Қазақстан территориясында ұлыс құрған. Сол кезеңдерге тән жәдігер екені айдан анық 13-14 ғасырларға жатады. Ал жақсы, аман болыңыздар.